Жалпы ағайынды туғандар, мына шул Ноқат жергесінің тұрғындары, жана қадірлі меймандары, бүгінгі мына шул Тынар Құрбаналиев ағайымыздың снос атты концертіне жалпыңыздар қош келіпсіздер. Рахмат. Мына шетеп Құдайымның бұйырғысыз құмырсқан белі сынбайды дейді. Құдайым бұйырып, сіздер ашы ұлылардан ең ұлысы кім? 70-80-ге шыққандар келді аталарымыздан. Ұлысы 60. Апам жақшылығыз қаншада? Қаншаны наны жеп атасыз? Мен бір сіздер қыдырып, сіздер сөйлеш олайыншы. Қаншаны наны жеп атасыз, апа? 80. 80? Ровно 80? 80. 80-ден жоғары бар балаңыздарда? Бақшы соның. Бұйырса 90-ға шашаңыз. 90-ның етін ашаңыз. Бураның етін ашаңыз. Бұйырса 100-ге шашаңыз. Нар жағы 130 ораны өзіңіздері зерін қыларсыз. Кеткіңіз келіп. Сіздегілерді ешкім қалма. Мен кетіререйінші дейсіз. Тәрсеткенің бәрі тамаша болсын. Әлбетте. Анам бүгінгі ең жақшы олысы 80-деке. Ең жақшы күшілері бар бараңыздарда. Ләлишкасын көтеріп келендер бар ма? Мына, біреусі. Қанша айлық? 7 айлық, а? 7 айлықтан 5 айлықтар бар бараңыздар. 6 айлық, 5 айлық. Қанша? 8 ай. Кешенесі 7 айлық екен көрсіз. Аннан ішіне келі жоқ, 7 айлықтан ішіне келі. Жақшы. Ноқаттан, Ноқаттың өзінің местнейсіздер ма арыздар ме? Сырттан келгендер бар, қонақ болып келіп қалғандар бар арызда. Қолға тұрыңыздар, сырттан келгендер болса. Жоғы, жалан местнеде, бар болыңыздар. Қошына болуды қолда группаға қаштағансыздар бұл? Елгіле келінде деді ме? Не деді, білет қымбат кел деді ме? Ашетті ме? Насылка мұна ем келшті өйсті тоғаштайыз. Сіздермен біразға сөйлештір ал дедік да бұйырса. Кімді шақырады алдыңыздар қазір? Концерт ұлы. Торпоқты шақыралы Тынар Құрбаналиевті. Бұл жақта жігіт тартотады. Та кім тартотады? Так, мен азыр мұны ол жақтан шығам, менің ол жағы тосоластар. Мақұл ба? Рахмат. Бар болыңыздар. Разы қырты болшылар арасында тосолыңыздар меймандарына. Sizlerden мұншалық болшақ қосылышыңыздан келгенімізді бізде ертемен келіп жапонға айтып Рахмат, ассалаумалейкум, hörmatlı бүгінгі үшін біздің концертке келген қадірлі қонақтар, Құтманлық шоу кешіңіздер менен сіздермен ушундай сахнада маңдай теске көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Кош келипсиздер дагы жолу. Ассалаумалейкум. Сараңыз менен ошончолук эрте бүтүргөнгө аракет кылабыз. Жана кылбайбыз. Құда қаласа мына бүгін Тынар уулуңуздарды көрөбүз деп келдиңиздер. Ошонун артынан эле ушул Рахмандын баласы бар экен, Бөйрөктүн баласы бар экен деп келип отурасыздар да. Гүлүч артынан күрмөк суу ичиптир дегендей эле бизди дагы талантыбызга таазим этип келип отурасыздар. Мен байкап турам, бүгүн мына аз болсоңуздар дагы мындай көптөй келип жүзүңүздөрдөн билинип турат атайына күлөмүн бүгүн барып ушул эс алып келейин деп келген күйөрмандар келипсиздер да караңыздарчы, баардыгыңыздар күлүп турасыздар да, мындай жанып турасыздар да. Биз бирдемени айтардан мурда эле сиздер давай айт деп айтпасаң өзүм айтып таштайм азыр дегендей болуп турасыздар да. Караңыздарчы, алтын өгөр апаларыбыз мына улуулар дагы келиптир бар болуңуздар. Канчага чыктыңыз чоң Қанша? 70-ден ашып тұрмына бар болыңыз. 70-ден ашқан чоң энелерimiz келіп отырады Тынар экемиздин концертинечи. Бар болыңыз. Чоң эне, өмүрүңүз uzun болсун. Биз дагы сиздин жашыңызга жетейли. Пешенеме бир өп коесуз, биз сиздин жашыңызга жетейли. Өп коесуз. Өзүм түшөм, чоң эне, токтом. Hayırdır? Sesini çıkma çok önemli.
Assalamualaikum. Şu an Kosova'mız. Siz de tükürüyle ben duracağım ya. Oktudur, çabukturuyla. Ömrün uzun olsun, den sağlığın kazal olsun. Örgünde ve sövergin, her derdinde yakçılıkın, üstünde gürever. Aynen. Evet. Hadi. Bırak. Şöyle bak. Gökten beri öyle dökülün ya. Mesela çok göbetkez çömene olsun bizge daha. Çok adam var mı çömene? Getirip koyuyor, masaklar, ha? Konsertlerde. Karamızlar, bar bolumuzlar ama sizler var, biz geri atağımız ama sizler bizde çöntөгümüzdü açığına aytып koyun. Bizge просто tirikçilik edip geldik. Негизи бул жерге биз эсимде ушул Раматуллах Рахман Разыков атам менен келген. Анда кыш болсо керек эле, кыш айларында келгенбиз. Ошондо дагы ушунда көп келгенсиздер, сиздерди жакшы көрөбүз. Мына түз эле өтүп кетип калбастан сиздер менен да учурашып кетейин деп келдик бүгүн. Мына дагы бар болуңуздар. Эми концертибиздин аты Снос да, көрүп атасыздар. Концерттин аты Снос. Ошто Снос болуп атат. Бул жакта да Снос болуп атабы? Болуп атат да. Эми Сносту кээ бирөө туура түшүнүп атат, кээ бирөө туура эмес түшүнүп атат да. Бул Снос кылып аткандар көрөрмандар жөнүндө. Караңыздарчы, азыр ушундай күлүп отурасыздар. Мен кетким келбейт атат да бул жерден. Тыңар мен чакырайын деп атам, бирок мындай кетким келбей сиздер менен сүйлөшкүм келип атат да. Себеби күлө турган адамдар отурат. Кээ бир концерт койсоң күлбөй турган адамдар алтып отуруп алат дагы. Биз жаман кыйналабыз ошондойлорду. Шөне бирдеке айтайын десең эле сени карап отура берет. Анан эмне болду экен дейбиз да. Эмне болду экен деп биринчи оюбуз каяка кетет айтайынбы? Самогонду сыдырдым эле. По пути карап өтүп кетебиз ошону да. Анан жакшы эле отурган болот. Анан кийин жанагы жерге барасам дагы эле сени карап турган болот. Аябай бирдекен ойноп келип күчтүү жерине келгенде карасаң дагы эле карап турган болот да. Ошондойдон Кудай жактасын бүгүн сонун көрөрмандар келип отурасыздар. Мен мына бүгүнкү концерттин рекламасын кайсыл жактан угуп келдиңиздер өзү? WhatsApp'тан. Столга ийип койгон афишаданбы? Ошо афишаны кээ бирөө жөндөн окуп кетип калбастан жыртып кетип калат экен. Көрдүңүздөрбү? Жыртып кетип. Ол кагазды каяка алып барып иштетет дейм мен. Ол алып барып иштете турган жерде деле иштебейт ал. Ол жаман сыйгалак болот ол. Түшүнөм. Ошону жыртып кетип калат экен. Анан концерттин түбүнө башка реклама чаптап коет экен да. Концерттин темасы кантипте өзгөрүп калат экен. Өткөндө Абдулла Иманкулов Айшатан Ошто концерт койду эле, мынтип жазып турат. Түбүнө башка реклама чаптап коюптур. Концерттин темасы өзгөрүп калганда мындай жазып турат. Абдулла Иманкуловдун кеңейтилген балкону менен квартира берилет дейт. Бек Борбиевдин афишасын көрдүм, мынтип жазып турат. Бек Борбиевди тазалаганы 2 бала 3 кыз керек дейт. Өзүнүн афишасын көрүп вообще киришам жуп кетти. Каныбек Разыков ижарага берилет. Тынар аканын афишасын көрүп вообще жыгып калдым. Точно түшүптүр да, бирокчу. Тынар Курбаналиев 3 жашар торпак сатылат. Сонун түшүптүр. Самара Каримованыкын көрдүм. Ой, афишасын деген. Афишасын демейже. Шабеле тура эмес ойлойсуң. Самара Каримовадан нак сүт сатылат дейт. Эми бүгүнкү концерттин рекламасын кайсы жактан болсо дагы ушул биздин талантыбызга таазим кылып келген сиздерге тилек ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Ассалам алейкум. Микрофонго тайпак тийгизгендей болуп калат экен. Ушундай эле коелучу. Эми бүгүнкү концертте келиңиздер мындай кылайлычы. Сиздер менен биздин ортобуздагы дуалды алып коелучу.
biz özümüzce kostyum giyip biz kudulubuz dep biraz sizlerden biygirek jerde turup alıp kıyım bola bermestен sizler 300 so'mdan bilet satup aldım bilen niye kılap gezingen